Бүгін сіздермен бірге өте дәмді және жеңіл дайындалатын 40 қабаттан пирог жасаймыз. Бұл қарапайым, бірақ өте нәзік әрі тойымды тағам. Құрамы: 1-2 бас 40 қабат, 1 бас пияз, 100 ірімшік, 2 жұмыртқа, 200 мл сүт, 2 стақан ұн, 100 сары май, сливочный, тұз, бұрыш дәміне қарай. Қуыру үшін өсімдік майы. 1 қадам: 40 қабатты дайындау. 40 қабатты жіңішкелеп ұзынша етіп тураймыз. Пиязды ұсақтап тураймыз. Табаны қыздырып, май құйып алдымен пиязды қуырамыз. Пияз қызарған соң үстіне 40 қабатты қосамыз. Орташа отта жұмсарғанша қуырып, тұз, бұрыш себеміз. Ірімшікті үкіштен өткізіп 40 қабатқа араластырамыз. 2 қадам: қамырды дайындау. Терең ыдысқа ұн саламыз. Жұмсақ сары майды қосып араластырамыз. Қамырды жақсылап илейміз, жұмсақ әрі біртекті болу керек. 5-10 минутқа бетін жауып қойып демалдырамыз. 3 қадам: пирогты жинау. Қамырды пеш табасына салып, шеттерін көтеріп бортик жасаймыз. Үстіне дайындалған 40 қабат пен ірімшікті саламыз. Жеке ыдыста жұмыртқа мен сүтті араластырып, үстіне құямыз. 4 қадам: пирогты 180-қа дейін қыздырылған пешке саламыз. 40-45 минут пісіреміз, беті қызарғанша. Қорытынды: міне, бізде өте жұмсақ, дәмді 40 қабатты пирог дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз және пікіріңізді қалдырыңыз. Лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз.